Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін мен сіздермен қызықты бір ақпараттар жайлы бөліскім келіп отыр. Яғни бүгінгі видеода біз телефондағы прослушкілер жайлы айтатын боламыз. Оларды қалай тексеру керек және де қалай өшіру керек барлығын айтып өтетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл жаңадан ашылған канал, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз бастайық. Ал достар, қазір біз бірінші кезекте өзіміз күнделікті сөйлесіп жүрген голосовой связьді тексеріп өтетін боламыз. Ол үшін мына вызов батырмасына кіреміз де наборға звездочка, решетка 21, решетка пәрменін теріп, астында тұрған позвонить батырмасына басамыз. Сол кезде мынадай біз терезе ашылады бізде. Менде голосовой связь не переадресованы деп жазылып тұр. Сіздерде де дәл осылай шығу керек. Егер де осы жерде қандай да бір номер шығып тұрғанын байқасаңыздар, онда сіздердің телефондарыңыз прослушкіде тұруы әбден мүмкін. Оны қалай өшіреміз, қазір барлығын көрсетемін. Одан алдын тағы да бір-екі нәрселер тексеріп өтейік. Наборға тағы да кіреміз. Звездочка, решетка 43, решетка пәрменін теріп, позвонить батырмасын тағы да басамыз. Сол кезде бізге мынадай бір терезе ашылады. Служба подключена для голосовой связи деп тұр. Менде де бұл жерде ешқандай номер жоқ. Сіздерде де дәл осылай шығу керек. Келесі тексеру жолы звездочка, решетка 62, решетка пәрменін теріп, позвонить батырмасын басамыз. Бұл жерде сіздерде номер шығып тұруы мүмкін. Менде не переадресованы деп шығып тұр. Өйткені мен өшіргенмін бұның барлығын. Сіздерде қандай номер шығып тұрады? Кез келген номердің өзіндік бір операторы болады. Ол номерге звондап тексеріп көрсеңіздер де болады. Егер де ол номер оператор болса, онда ешқандай қауіп жоқ. Ол номерден бөлек тағы да басқа номерлер тұратын болса, онда прослушкіде тұрған болуы да мүмкін. Оны да тексеріп өтесіздер. Тағы бір тексеру жолы звездочка, решетка 33, решетка позвонить батырмасын басамыз. Бұл не десеңіздер, бұл сіздің телефондарыңызда қандай да бір сервистің атауы тұруы мүмкін. Осындай бір терезе ашылған кезде қандай да бір сервистің атауы немесе бір бейтаныс жазулар тұратын болса, сіздің телефоныңызда кейбір сервистер бақылауда деген сөз. Бұның да барлығын өшіреміз. Бұның барлығы бірақ қана пәрменмен өшеді. Яғни ол наборға кіреміз. Решетка 002, решетка батырмасын басамыз да позвонить батырмасын басамыз. Міне осылай барлық жаңағы мен көрсеткен барлық прослушкіде тұрған болуы мүмкін деген нәрселердің барлығы осылай өшеді. Міне удаление выполнено успешно деп тұр. Осы пәрмен арқылы барлығы өшіп кетеді. Осымен қайталап көріңіздер. Тексеріп көріңіздер. Ал енді тағы бір айта кететін жағдай, бізді телефонның кәдімгі микрофон арқылы және де камерасы арқылы да бізді бақылап отыруы мүмкін кейбір сервистер. Оның барлығын қазір көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз телефонды жаңадан алған кезде немесе кәдімгі уақыттарда мына бір Play Market'тен көптеген приложенияларды скачать етіп жатамыз. Оның ішінде керегі де бар, керек емесі де бар. Өз кезегінде ол приложениялар бізді мына бір микрофон арқылы немесе камера арқылы және де біздің жеке деректерімізге қол жеткізуі әбден мүмкін. Оларды қазір тексеріп көретін боламыз. Ол үшін настройки бөліміне кіреміз. Астыңғы жағына түссеңіздер, приложение деген бөлімі бар. Бұл бөлім яғни барлық Android смартфондарда бар. Осы жерден разрешение бөліміне кіреміз. Разрешение приложение батырмасын тағы да басамыз. Осы жерде мынадай бір тізім шығады. Осы жерден өзімізге керекті камераны басамыз. Сол кезде бізге камера қосуға рұқсат етілген барлық приложениялардың тізімі шығып тұрады. Осы жерден керек емесін таңдап біртіндеп өшіріп шығасыздар. Мысалы кез келген біреуіне кіріп көрейін. Осы жерде міне разрешить деп тұр. Астында запретитке ауыстырасыздар. Өздеріңізге керектісін таңдайсыздар. Мына бір WhatsApp, TikTok сияқты Instagram сияқты приложенияларда бұл тұра береді. Яғни біз ол приложенияларда камераны қолданамыз. Сол үшін ол приложенияларда рұқсат етіліп тұрады. Оның ешқандай қауіпі жоқ. Ал қалған приложенияларда біртіндеп өшіріп шықсаңыздар болады. Өздеріңізге керегін таңдап. Мінеге запретить етіп біртіндеп осылай өшіріп шығасыздар. Тағы бір айта кететін, тексере кететін жағдай, ол яғни тура осы настройки бөліміне қайттан кіреміз. Осы жерден жоғарда тұрған поискқа орысшалап язык деп жазып көреміз.
сол кезде мындай тізімді өздері автоматически шығарып береді. Осы жерде мына язык и ввод деп жазылып тұр. Осыған кіреміз. Астыңғы жағына түссеңіздер, міне синтез речи деген жазу көрініп тұр. Осының үстінен басыңыздар. Сол жерде мына жоғары жақта тұрған мына көк значок тұр. Шестигранник дейміз ба, қалай айтылады? Сол көктің үстінен басамыз. Осы жерде міне ең астында тұр анонимные отчеты и синтез речи деп тұр. Дұрыс оқымасам айып етпеңіздер. Осының үстінен басасыздар. Менде міне отключена деп тұр. Сіздерде осы қосылып тұру мүмкін. Осыны өшіресіздер. Бұл яғни біздің күнделікті жазысқандарымызды, яғни сөйлескендеріміздің барлығын телефон автоматты түрде разработчиктерге жіберіп отыруы әбден мүмкін. Сол үшін бұл батырманы өшіріп қоюдың ешқандай зияны жоқ. Ал видео ұнаса лайк, сіздерге пайдасы тиіп жатса өте қуаныштымын. Каналға тіркеле кетіңіздер, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Бұл біздің алғашқы қазақша контент каналымыз. Қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз әрине. Алдағы уақыттарда сіздер үшін пайдалы болатын видеоларды шығарып отыруға тырысамыз. Қош сау болыңыздар.